Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 3-ші сыныптың математикасының 24-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділік. Бірінші есеп, кесте бойынша есеп құрастырып оны шығар. Байқап қарасаңыздар, бізге 3 кесте берілген, сонда бізде 3 есеп болады. Бірінші есепті шығарайық. Өзіміз есеп құрастырамыз. Бір қаламның бағасы 9 теңге дейік. Қаламның бағасы 9 теңге. 3 дана қаламның бағасы қанша теңге? 3 қаламның бағасы қанша теңге? Сонда біз шешуін табу үшін 3-ке 9-ды көбейтеміз, сонда 27 теңге болады. Жауабы 27 болады. Келесі екінші есеп. Бағасы 5 теңге. Қаламның бағасы 5 теңге. Жалпы біз 30 теңгеге қалам алдық. Сонда біз қанша қалам аламыз? Қанша қалам барлығым? Сонда есептейміз, шешуін 30-ды бөлеміз 5-ке. Сонда 6 қаламнан тиеді екен. Келесі үшіншісі. Бізде 6 дана қалам бар. Оның жалпы бағасы бізде 24 теңге болды. Қанша қалам сатып алдық? Бағасы қанша? Бағасы. Ол үшін біз шешуін табу үшін 24-ті бөлемін 6-ға, сонда 4. Сонда 6 дана қаламымыздың әр қайсысы 4 теңгеден екен. Сонда 24 теңгеге біз қалам сатып алған болғанымыз. Келесі есеп. Сатып алынған заттың санын бөлу үшін заттың құнын заттың бағасына бөлу керек. Заттың бағасын білу үшін заттың құнын оның санына бөлу керек. Заттың құнын білу үшін заттың бағасын оның санына көбейту керек. Екінші есеп. Дүкен ойыны. Сен дүкенге келдің, әрбір сатып алынған заттың құнын анықта. Кесте бойынша есеп құрастырыңдар. Мына жерде бізде 6 кесте тұр. 6 кестенің әр қайсысына есеп құрастырамыз. Бірінші есебіміз 9 теңгеден 5 дәптер дейді. Сонда бір дәптеріміз 9 теңге. Бірінші есептеп қойын. Бір дәптер 9 теңге. 5 дәптер қанша теңге? Шешуі. 9-ға көбейтемін 5-ті. Жауабы 45 теңге болады. Енді екінші есепті шығарайық. Екінші есеп. Бір дәптер 7 теңгеден 7 теңге. 4 дәптер қанша теңге? Жауабын табу үшін 7-ге 4-ті көбейтеміз, сонда 28 теңге болады. Үшінші. Бір ашқат 8 теңге. Открытка ғой. Екі ашқат қанша теңге? Ол үшін біз шешуін табу үшін 8-ге 2-ні көбейте саламыз, сонда 16 теңге болады екен. Енді қалғанын шығару үшін мен өшіріп тастайын. Біріншіні. Сіздер жазып алды деп ойлаймын. Стопқа басып жазып алыңыздар. Төртінші есеп.
8 теңгеден сонда бір хат қалды 8 теңге. 8 теңгеден 3 хат қалды қанша теңге? Шешуін табу үшін 8-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда 24 теңге болады. Екінші есеп. 2 емес, 5. 5-ші есепке келдік қой, 5-ші есеп. Бір бет белгі 8 теңге. Төрт бет белгі қанша теңге? Шешуі 8-ге көбейтемін 4-ті. Сонда жауабы 32 теңге болады. Енді соңғы 6-шы есеп қалды. Алтыншы есеп, бір өшіргіш 10 теңгеден. 5 өшіргіш қанша теңге? Шешуін табу үшін 10-ға көбейтемін 5-ті. Сонда 50 теңге болады. Енді келесі есеп, 3-ші есепке өтейік. Есептер құрастар. Мына жерде болды 100 теңге, 80 теңге, 70 теңге сатып алынды. 8 теңгеден, 9 теңгеден, 2 теңгеден қанша қалды деп беріпті. Сонда біз 3 есеп құрастыру керекпіз. Бірінші есепті жазайын. Бірінші есеп құрастырамыз. 3 карандаш 8 теңгеден. 3 карандаш, каран деп қойсайын, 8 теңгеден 100 теңге болады. Сонда мына 100 теңге деп қойайын. Мына 100 теңге жазылып тұр. Қалды қанша теңге? 3 карандаш сатып алды. Ал оқушыда 100 теңге бар. Сонда оған 3 карандашты 8 теңгеден сатып алса, қанша теңге қайтарады деген мағынада есеп шығарылып жатыр. Сонда қанша теңге қайтарады? Қалды, то есть қайтарады деп жазайын. Сонда шешуін табу үшін 3-ке көбейтемін 8-ді 24. Бұл 3 карандаштың құны. Сонда қанша теңге қалғандығын анықтау үшін 100-ден алып тастаймын 24-ті. Сонда 76 теңге қалады екен. Енді екінші есеп. Екінші бізде 2 дәптер 9 теңгеден 80 теңге болды. Теңге болады. Қалды қанша теңге? Шешуін табу үшін 2-ге көбейтемін 9-ды 18 теңге болады. 80-нен 18 алып тастаймын. Сонда 62 теңге болады. Қалады. Енді 3-ші есепті шығарайық. 3-ші есепті мында шығара берейін. Бос орынға. 3-ші есеп. 4-ші есеп. Мынау суреттегі бұл скрепка деп аталынады. Скрепка. 4 скрепка. 2 теңгеден 70 теңге болды. Жалпы ода. Енді осы 2 теңгеден 4 скрепка алған кезде қанша теңгесі қалады? Ол үшін біз шешуін табу үшін
4 скрепканың жалпы бағасын анықтау керекпіз. Ол 8 теңге болады. 70 теңгеден алып тастаймын 8 теңгені, сонда 62 теңгесі қалады. Келесі есеп. 500 теңгеге не сатып алар едің дейді. Біз 500 теңгеге көп нәрсе сатып алсақ болады. Мен мысалға бір өзім қалаған заттарды сатып алсам болады. Мысалы, мен бірінші бәліш сатып аламын 350 теңгеге. Және 2 шоколад сатып алсам болады 15 теңгеден. Екеуі сатып алсам 30 теңге болады. Сонда тағыда бір шырын сатып алсам болады 120 теңгеге. Енді осының барлығының бағасын қоссам, мен міне қараңыздар, 350 теңгеге қосамын 120 теңгені, және оған қосамын 2 шоколад алсам 30 теңгеден 60 болады. Сонда 30-ды көбейтемін 2-ге. Сонда жалпы бағасы менде 500 теңге болды. Міне мен осылай сатып алатын едім. Ойыншық ақшаларды пайдаланып дүкен ойынын ойна дейді. Енді мен дүкен ойынын ойнау үшін былай есепті құрастырсам болады. Дүкен ойыны. 2 кітапты 450 теңгеден алдым. Теңгеден. 3 қаламды 120 теңгеден алдым. Менде өзімде жалпы 1700 теңгем бар еді. Себеп қараңыздар, 1000 теңге, 200 теңге, 200 теңге, 100. Барлығы 1700 теңге. Менде қалады қанша теңге? Енді шешуі деп шығарамыз. 2-ге көбейтемін 450-ді, жалпы кітаптың бағасын анықтаймыз. Және оған қосамын 120 теңгеден 3 қалам алдым. Енді барлығының бағасы менде 900 теңге, мынау 360 теңге. Сонда 1260 теңге болады. 1260 теңге. Енді қанша теңгем қалғандығын анықтау үшін 1260 теңгеден 1700-ден аламын. Керісінше 1700 теңгеден алып тастаймын 1260-ты. Сонда менде қалады 440 теңге. Келесі есепті шығарайық. Есептер құрастыр. Болғаны менде өзім ойдан есеп құрастырсам болады. Болғаны менде 9 теңге. Жоқ, 9 теңге аз болып қалады менде. 9 емес, бір көбірек сан алайын. Болғаны менде бір 100 теңге дейін. Сатып алынды 4 танадан бір 9 теңгеден 4 тана сағыз алайын. 4 тана сағыз деп қойайын. Енді қанша теңге қалды? Анықтау керекпіз. Сонда біз былай есептейміз. 4-ті көбейтемін 9-ға тең болады 36. Қанша теңге қалған анықтау үшін 100-ден алып тастаймын 36-ны, сонда 64 теңге қалады екен менде. Енді міне біріншісін шығардық. Енді жазып алыңыздар, өшіріп келесісін жазамын. Бұл біріншісі болды. Енді екіншісін жазамын. Стопқа басып жазып алсаңыздар болады. Енді екінші келесісін жазайын. 10 теңгеден 5 бәліш алайын, 5 дана бәліш. Енді болғаны менде жалпы 90 теңге. Қанша теңгем қалды?
Ол үшін былай жасаймыз. 10-ға көбейтемін 5-ті, 50 болады. Жалпы 50 теңге болады. 90 теңгеден 50 теңгені алып тастаймын. Сонда менде 40 теңге қалады. Бұл екіншісі. Енді келесі үшіншісін шығарамыз. Өшіріп жазып алыңыздар. Үшіншісін шығарамыз. Менде болғаны 60 теңге. Енді 5 печенье сатып аламын 7 теңгеден. Қалғаны қанша теңге қалады? 7-ге көбейтемін 5-ті, 35 теңге болады. 60 теңгеден алып тастаймын 35 теңгені. Сонда менде қалады 25 теңге. Жылдамдатып шығарайық, себебі менің iPad-тың зарядкасы таусылып жатыр. Келесі 6-шы есепті шығарайық. Есепте дейді. Есепте бірінші амал бойынша шығарамыз. 25-ні 5-ді алып тастаймыз. 20 мың қалады. Білеміз оны. 20 мың қалады. 20 мыңға 12 мыңды қосатын болсақ, 32 мың болады. Келесі 35 мыңнан 30 мыңды алып тастаймыз. Сонда 5 мың қалады. 80 мыңнан 5 мыңды алсақ, 75 мың болады. 75 мың қалады. Келесі 20 мыңнан 16 мыңды алсақ, 4 мың қалады. 56 мыңға 4 мыңды қосатын болсақ, 60 мың болады. Келесі 5 мыңға 12 мыңды қосамын, 17 мың болады. 25 мыңнан 17 мыңды алып тастайтын болсақ, сонда бізде 8 мың қалады. Келесі 80 мыңнан 35 мыңды алып тастаймыз, сонда 45 мың қалады. 45 мыңнан 30 мыңды алып тастасақ, 15 мың қалады. Келесі 56 мыңға 20 мыңды қосамын, сонда 76 мың болады. 76-нан 16 мыңды алып тастаймын, 60 мың қалады. Енді келесі есепті шығарайық. 8 бірдей тиынның біреуі жалған, бірақ ол басқасынан жеңіл. Ең аз өлшеу арқылы жалған тиынды қалай тауып алуға болады? Мен жауабын айтайын сіздерге. 3 рет өлшеу арқылы жалған тиынды тауып алуға болады. 8 бірдей тиынды теңдей 2-ге бөліп таразының екі жағына 4-4-тен тиындарды қойып өлшеміз. Сол кезде мынаның 4-еуін бір жаққа, мынаның 4-еуін бір жаққа қойып өлшеміз. Сонда біз қайсысы жеңіл, соның біреуін таңдап аламыз. Таңдап алынған 4 тиынды тағы да 2-ге бөліп таразының екі жағына 2-2-ден тиындарды қойып өлшеміз. Жеңіл жағын тағы таңдап аламыз. Сол кезде біз мына екеуі мысалы жеңіл болған осы болып есептелінсін, біз соны таңдап алдық та, оны тағы да 2-ге бөліп, тағы да таразыға тарттық. Одан кейін таңдап алынған 2 тиынды таразының екі жағына бір-бірден қойып өлшеміз. Жеңіл жағындағы тиын жалған болып табылады. Сонда біз 3 рет өлшеу арқылы анықтайды екенбіз. Міне, оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі біз сабағымызды соңына дейін өтіп үлгердік. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Себебі мен жалғасы бар басқа есептерді де міндетті түрде шығарамын. 25 ары қарай да барлық есептерді көрсететін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліңіздер. Сау саламатта болыңыздар.